Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен творожный пирог пісіретін боламыз. Өте жеңіл, бірден жеңіліп кететін пирогтардың бірі. Соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырына қажетті заттар: жұмыртқа, қант, ұн разрыхитель және мынандай жұмсақ май. Жұмыртқа, қант, майды жақсылап тұрып араластырамыз. Артынша ұн мен разрыхительді қосамыз. Бірге бәрін қайта араластырамыз. Міне осындай қамыр шығуы қажет. Целлофанға салып, демалуға қойып қоямыз. Енді сүзбені дайындаймыз. Жұмыртқаны, қантты, манный группаны саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Егер магазиннің жұмыртқасын қолданатын болсаңыздар, ақ түсті болып шығады, ал қолдыкін қолданатын болсаңыздар, осындай сап-сарғыш түс болады. Негізінде ақ түсті көрінгені, егер қонақ шақырғанда қоятын болсаңыздар, әдемі болып тұрады. Міне консистенциясы осындай болу қажет. Формамызды дайындап, тестаны осылай жайсаңыздар болады. Шет-шетіне сливочный масло жақып қойсаңыздар болады, жабыспас үшін. Начинканы үстіне құямыз. Осылай тегістеп шығамыз. Мен бетін шиемен әсемдедім. Сіздер қалағандарыңызша қалаған жемісті қойсаңыздар болады. Шеті жаман болып көрініп тұрмас үшін осылай етіп үзулеп қойсаңыздар болады. Мен 180 градусқа 45 минутқа қойып пісірдім. Әркімнің пеш әрқалай болғандықтан соған қарап пісіресіздер. Піскенін соңында тіс шұқығышпен алып құрғақ болғанша көресіздер. Мендегі пеш әзірге әсел пеш, соған пісірдім 45 минутқа. Өте дәмді, нәзік болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта торт оформлениесінен тегін мастер-класстар болады. Жіберіп алмас үшін тіркеліңіздер.